Сәлем достар, сіздермен бірге Назиток арнасы. Бүгінгі видео бізде новый серия, яғни бізде мектептегі махаббат бірінші бөлім болады. Арнама тіркеліп, лайктарыңызды басып, подписканы басып, колокольчикті басып кетуді ұмытпаймыз. Достар, біз сериалымызды басамыз. Ұйқымнан тұрайын. Ағамда бір ұйықтап жатыр ғой. Аға, тұрыңыз, бол. Ой, не болды? Комиссар, ерте тұрып алғансың ба? Енді бүгін алғашқы рет, бүгін жаңа мектепке көштім емес пе? Сондықтан енді ерте барайықшы. Енді өзің бара бер. Мен енді колледжге баруым керек қой. Қайдағы колледж? Сіз ұмытып кеткенсіз бе? Сіз мектепте оқисыз, ұмытып кеткенсіз бе? Или сіз түс көрдіңіз бе? Я что-то түс көрген сияқтымын. Есімнен алып жасайын дедім. Ой, бір сіздің де приколдарыңыз немене қысқа қайыратын болғансыз ба? Ұйықтай тұрайыншы енді. Ұйқым келіп тұр. Ой, бір жарайды. Так, мен қандай киім кисем болады? Так, мына киімім маған ұнап тұр. Содан осы киімді кие салайын. Так. Менің вообще менің косметикам жоқ. Менің боянғым келеді. Мен 7-ші сынып оқимын. Сонда да мен косметикам жоқ. Анама айтайыншы. Может быть, анам алып беретін шығар. Тұрсаңыздар шиқыдан. Мен кешіп қансыздар ма бардықтарыңыз? Ой, кешірші қызым. Мен ұмытып кеттіппін. Ерте тұрамын деп. Қайырлықтан қызым? Қалайсың? Қалай ұйықтап тұрдың? Жақсы ұйықтап тұрдым өзіңіз. Әдеттегіден жақсы ұйықтадым. Айтпақшы, бүгін сен жаңа мектепке бармайсың ба? Киінсей қызым. Киіндім. Неге көңіл жоқ, айта бер. Маған косметика алып беріңіздерші, өтініш. Менде косметика жоқ. Ал мен косметикамен боянып, мектепке барғым келеді. Қызым, косметика несі? Сен әлі 7-ші сынып оқисың. 5-сінде саған, яғни мектепке барған кезде саған апайларың ұрсады. Неге боянып келің, ана мынау жалып тастайды бізге. Анашы, мұтын жауап беріңіздерші. Егер әкең рұқсат берсе, алып беремін. Егер рұқсат берсе, енді білмеймін. Әкем үнемі солай рұқсат бермейді. Жарайды, алып бере салшы маған косметикасын. Консилер ма, туш па, бір олезін алып берші. Атын да ұмытып қалатын болдық біз. Жарайды. Кешке қарай алып беремін. Бүгінше боянбай бара тұр. Рахмет. Завтрак дайындап беріңізші. Өзің дайындап алшы. Мен саған косметика алып беремін ғой. Жарайды. Так, сен уже дайынсың ба? Я, не болды? Тез киініңіз. Сабақтан кешігеміз. Қазір тұрады. Жарайды, мен сізді күтемін. Мен шыға берейін онда. Я шыға берші бар. Так, не киіп барсам болады? Бір мы... Так, школьный форма вообще-то менде бар ма? Жоқ сияқты. Осы киіммен бара берейінші, ұрыспайтын шығар. Жарайды. Болдым. Так. Мен әлі сабақ кисем салмағанымда. Қарындасым күтіп қалатын болды, Кәусар. Кәусарға айтайыншы, сабақ кисем салып бересің ба деп. Жарайды, айтып көрейін. Кәусар, не болды аға? Айта беріңіз. Мен сабақ кисем салып бер, пожалуйста. Салып берші, мен салым кеп тұрған жоқ, ерініп тұрмын. Аға. Мен сізден бар ғой, үлкен сияқтымын ше. Сіз кішкентай бала сияқтысыз.
Мен жүгірім керек артыңыздан. Енді салып берші деген салып бере салсайын. Егер салып берін келмеймін, өзім ақ салып берем. Сосын айтпа, маған мынаны иықтар тиісті, ана мынау деп. Сол кезде саған қорғамаймын, ұқтың ба? Жарайды. Салып беремін, айтқаныңызшы. Бәсе, менің қарындасым деген осындай болуы керек. Жарайды. Тез болыңызшы. Мен сыныбыма барайын. Сізде қазір қандай сабақ болады? Менде сабақ жоқ. Мен 20-ге кеттім мен. Сурет салу 20-сі болады. Мен соған жазылып қойғанмын. Сен бара бер. Сабағым біткесін алып кетемін, жарай ма? Жоқ, өзім бара аламын. Үйге дейін, себебі мен кішкентай бала емеспін. Жарайды онда. Онда кеттім мен 20-ге. Жарайды, онда мен кеттім. Кешіріңіз. Мен кірсем бола ма? Кіре бер. Рахмет. Өзіңді таныстырып өтсе ғой, жарай ма? Менің атым Кәусар. Мен жаңадан келген оқушы боламын. Менің басты мақсатым осы мектепті алтын белгімен бітіру. Керемет, мақсатыңа жетуіңе тілектеспін. Рахмет, ағай. Қай жерге отырсам болады? Ана кімнің қасына отыра бер? Адияның. Жақсы. Ой. Рахмет. Соң. Қоңырау ұрған соң. Сәлем. Сенің атың Кәусар ма? Иә, сенің атың Адия ғой, иә? Бірақ сумканы негізі бұл жерге қоймайды. Шкафтарға қояды. Ой, мен білмептім. Кешірім сұраймын. Ой, сен білмедің ғой. Жарайды. Кеттік, асханаға барайық. Маған жаңаға келген Кәусар кім еді? Сол қыз маған прям қатты ұнап қалды. Мен енді не істеймін? Қандай күшті керемет қыз. Маған өте қатты ұнады ше. Оған қалай сезімімді білдірсем екен. Айта алмаймын ше, ессіз ғашық болып қалдым. Күшті қыз. Маған өте қатты ұнады. Өмірімде болай ғашық болып көрмеген едім. Болды. Бұл қызды өзіме сындырып алуым керек. Давайте сабақ біткеннен кейін мен оны күтіп үйіне шығарып салайын. Істейінші. Жарайды.